Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге Бостандық радиосы, сіздің еркіндігіңіздің дауысы. Менің атым Дамира, бүгінгі бағдарламаны мен және менің досым Рахымжан бірге жүргізетін боламыз. Баршаларыңызға сәлем. Менің атым Рахымжан және мен рухани жаңғыру бағдарламасының жүргізушісімін. Ендеше бүгінгі эфирді қоғамды дүрліктірген жаңалықтан бастайық. Жұма күні таңертең Ресей әскері Украинаның бірнеше аймағында қайтадан зымырандық соққылар жасап, ел тұтынушыларының жартысына дейін жарығын сөндірді. Бұл Ресей әскерлерінің қазан айынан бері Украинаның энергетикалық инфрақұрылымына жасаған 9-шы жаппай шабуылы. Иә, осы жаңалықты шын мәнде де сенсациялық деп атауға болады. Жақында мен өз елін қорғауға ниетті украиналық оппозиционерлер туралы естідім. Өкінішке орай олардың көпшілігіне ұлы отан соғысы кезіндегідей дауыс еркіндігі берілмеді. Рахымжан, ал сен Степан Бандера туралы естігенсің бе? Жарты ғасыр бұрын ол да Украинаның намысын қорғауға тырысып қайтыс болды. Тарих циклдық заңдылық бар оқиғалар тізбегі екен. Әрине, мен Бандера туралы естігенмін. Біздің тарихымызда да өз елінің нағыз ұлтжанды азаматтары мен қайраткерлеріне мысалдар бар. Мұстафа Шоқай да бұған үлгі. Ол 21 жыл эмиграцияда болып, елінен жырақта жүрсе де, қазақтың бостандығы үшін күресіп өткен. Еуропада жүріп, бүкіл әлем назарын Түркістан проблемасына аударды. Туған елі мен Түркістандағы жақтастарымен байланысын үзбей, үнемі хат алмастырды. Алайда Шоқайды фашистердің қолжаулығы болды және Түркістан легионын құрды деп айыптады. Шын мәнінде, Мұстафа Шоқай өмірінің соңғы жылдары қуғында болып, 1941 жылы Берлиндегі Виктория ауруханасына ауыр халде жеткізіліп, сол жылдың 27 желтоқсанында жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Ал Гитлер кеңес әскеріне қарсы соғысқан Түркістан легионын құру туралы жарлыққа 1941 жылдың 22 желтоқсанында қол қойды. Бұл уақытта Шоқай ауруханада жатқан еді. Иә, Мұстафа Шоқай өте намысты, әлі дарынды тұлға болған. Ол бірнеше тілде еркін сөйлеп, полиглот болды. Мұстафа орыс, неміс, ағылшын, француз, түрік, өзбек тілдерін білген. Оның тілдік шеберлігіне байланысты ол Парижде, Лондонда, Стамбулда аналитикалық шоуларды және баяндамаларды жасады. Қазақ полиглоты түркі әлеміне байланысты бірнеше зерттеулерді жариялап тұрған. Мұстафа Шоқайдың еңбектері бізге ұлтшылық пен шовинизм, ұлт-азаттық күрес пен сепаратизм деген ұғымдардың мағынасын ашып берді. Сонымен қатар, оның еңбектері Совет үкіметінің ұлтсыздандыру саясатын әшкерелеуге жол ашты. Мысалға, Мұстафа Шоқай оның кеңестер билеген Түркістан кітабында кеңес үкіметінің пролетариат диктатурасына талдау жасады. Ал Яш Түркістанда ол екінші дүниежүзілік соғыс тақырыптағы қоғамдық саяси мәні өткір зерттеу мақалаларын жариялады. Шоқайдың мақалалары босқын орыс лидерлері Керенскийдің «Дни», Милюковтың «Последние новости» газеттерінде, француз тіліндегі «Прометей», «Ориан и Осидан» журналарында тіркелді. Оған қоса, оның мақалалары Азиатик Ревью, Ени Түркістан сияқты бар әлемге танымал журналдарда жарық көрді. Қорытындылай, Мұстафа Шоқайдың көптеген еңбектері қазақ халқының мәдени, рухани дамуына теңдессіз әсер тигізіп, қазақ елін бүкіл әлемге таныстырды. Ендеше, осы дәлия тұлғаны әрі қарай толыққанды тану үшін оның өмір жолын шолуды ұсынамын. Мұстафа Шоқай 1890 жылы Сыр бойындағы Наршоқы деген жерде дүниеге келді. Отбасында 5 ағайынның ең кішісі еді. Сол кездегі көптеген балалар сияқты ол да алдымен молламен бірге оқыды. Сосын Ташкент гимназиясында оқып шықты. Облыс губернаторы генерал Самсонов оны өз кеңсесінде қызмет көрсетуді ұсынды. Бірақ Шоқай көнбей, заңгер мамандығын алу үшін Петербургке аттанған. Міне университетте оның өрлеуі басталады. Мұстафа Шоқай Түркістанның тарихын 5 саусағына білген. 1917 жылдың 22 қарашасында Қоқанда барлық саяси партиялар мен қозғалыстардың бүкіл Түркістандық конгресі өтіп, онда Қоқан автономиясының құрылғаны жария етілді. Оның президенті болып Мұстафа Шоқай сайланды. Желтоқсан айында Шоқай Алашорда үкіметінің құрамына кірді. 1918 жылдың қаңтарында қарулы жұмысшы отрядтары мен Қызыл гвардияшылары Қоқанды шабуылмен басып алғанда, Мұстафа Шоқай Грузияға кетеді. Онда ол Кавказ халықтарының демократиялық қозғалысына белсене атсалысады. 1920 жылы Қызыл армия Грузияға да кіргенде, Мұстафа Түркияға қоныс аударады. Одан әрі Берлинге асып, кейін Францияда тұрақтайды. Рахымжанның айтқанына қосымша, осы тұлғаның Франциядағы өміріне байланысты ең қызықты екі факты қарастырайық. Алаш қайраткері Францияға өз әйелі Мария Шоқаймен бірге келген.
Мұстафа Шоқай қайтыс болғаннан соң, әйелі соғыс кезінде тұтқынға түсіп, кейін Еуропадан қайтпай қалған Әлім Алмат атты баласын асырды. Әлім Алмат қазақтан шыққан тұңғыш скрипкашысы болды. Шоқай тұрған Францияның Норжан-сюр-Мар қаласында оның бюсті мен ескерткіш тақтасы орналасқан. Бұл ескерткіштерді Париждегі қазақ диаспорасы орналастырған. Қорытындылай келе, біз Мұстафа Шоқайды қазақ елінің ең жарық әйгілі тарихи тұлғалардың бірі деп атай аламыз. Мұстафа Шоқайдың қазақ еліне келген әсері зор. Ендеше, осындай тұлғаларды құрметтеп, есте сақтайық. Сонымен, Дамира, тарихтың циклдік заңы бар деп сен айтқандай, егер біздің елімізде де қиын жағдай туып қалса, Құдай сақтасын әрине. Мұстафа Шоқай, Степан Бандера секілді ұлтшыл, көсем зияткер тұлғалардың біздің замандастарымыздың арасында шығатынына үміт арта аламыз деп ойлаймын. Құрметті тыңдармандар, біздің арнамызда болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.